Мемлекет басшысы Финляндия парламентінің төрағасы Эero Heinäluomaмен де кездесті. Кездесуде екі жақты ынтымақтастық перспективалары, халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Бұл Финляндия парламенті төрағасының Қазақстанға алғашқы сапары. Елбасы өз сөзінде бұл ел мен Қазақстан экономикалық және саяси ынтымақтастықты дамытуға мүдделі екенін атап өтті. Мы хотим перенимать опыт по образованию. Біз білім беру, жаңа технологияны дамыту мен енгізу саласындағы сіздердің тәжірибелеріңізді қабылдауға дайынбыз. Финляндияның соңғы жылдары қол жеткізген жетістіктері бізді тәнті етіп отыр. Қазіргі уақытта өзара тиімді ынтымақтастығымызды одан әрі дамыту үшін екі ел парламенттері қарауға тиіс бірқатар келісімдер бар. Біздің индустриялық инновациялық бағдарламамыз бірқатар фин компанияларының Қазақстанда жұмыс істеуіне мүмкіндіктер береді. Біз бүгін екі жақты ынтымақтастықты дамытуға қатысты біраз мәселелерді талқыладық. Көптеген фин компаниялары энергия үнемдеуші және энергия жағынан тиімді таза технологиялармен, сондай-ақ жасыл табиғи ресурстар өндірумен айналысады. Бұл саладағы байланыстарымыз одан әрі жалғасын табады деген сенімдемін. Финляндия парламентінің спикері мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллинмен де кездесті. Қазақстандық парламентшілердің Финляндиямен ынтымақтастықты күшейтуге ынталы екен жеткізді. Ал Эero Heinäluoma Қазақстанның аймақтағы және әлемдік аренадағы рөлін жоғары бағалайтын және елдегі тұрақтылықтың дүние жүзіне үлгі екендігін айтты.